Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен қаймақты соуста ментай балығын қуырмай картоппен бірге бұқтырып жасаймыз. Ең алдымен жуамызды осылай жартай тәрізді етіп кесіп, қазанымызға сұйық майымызды құйып, жуамызды салып, жақсылап араластырып, сәл қызарғанша қуырып аламыз. Оған дейін картопымызды тазалап, бірнеше қайтара жуып аламыз. Картопты осындай бөліктерге бөлдім. Енді картопымызды қазанымызға салып, ментай балықтарын да дәл ортасынан осындай формада бөліп, жақсылап жуып, қазанымызға жаңағы картоптың ортасына жібереміз. Яғни, осылай салғаннан кейін қалған картопты үстінен саламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Енді соусын дайындаймыз. 2 ас қасық толтыра қаймақтың үстіне 1 шай қасық тұзымызды және шамамен 1 кеседей суымызды құйып, жақсылатып араластырамыз. Сәл түйіршіктер қалуы мүмкін, ол ештеңе етпейді. Қаймақ тамақтың пісу барысында еріп кетеді. Енді біз мінеки қазанымызда картопымыз қайнап жатыр екен, үстіне жаңа қаймақты соусымызды түгел құямыз. Және бетін жауып қатты қайнағанша күтеміз. Қатты қайнаған соң орташа отта шамамен 20-25 минут ішінде пісіп шығады. Осымен біздің тағамыз дайын, өте дәмді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.